Ирткен тынақ күнінде 28 июньде Хакас республиканың енжеді муниципальный бөтізінде чүзен аңмыр шапарыпсқан. Аға хозы уға хазыр шил көдірілік келген. МЧС-ның Хакасиядағы пөленің искринің ең көп үріп ағбын городқа еділген. Шиты орымы да совхозной, зоотехнической, Чкаловтың, Крыловтың, Богдан Хмельницкайның, Чертыгашевтың базы Карл Маркстың орымаларында электричество әмектері үзілген. Город ұштықжыларына ненде тұтыс шарт қышоқ одырырға келіскен. Ширшаяның күзіне садабен ағыз салалары сынып түскілен. Қайзы орынырда қазір шел ағыстырны челегілерінің хады хотыртастан. Оларны жолдан қая еткенже транспорт чөрізі тоқтадылған. Тынақ паркында ағыз салазы түзіп, бір ирен піштінген. Итсе ол иннік тұрыздынзар полызық жоқ позы жетіп алған. Бір автомобилінің үстіне ағыз салазы түс барған, амды әзіне еділген үрік санашча. Наңмыр су шапс жерлерді көлшілі тұрыбысқан. Автомобилер жөрізіне қарақ болып. Өнетін службалар қаспы күн амыранда соғыны насоснан тартырғанар. Көп қадылы тұралар ораларына соқ кірген. Шертама өсеткен үйчіктер өйек соқ алтында болфарғанар. Шил қайзы тұраларының қырларын қазір тастан, реклама жардылары, афишалар, баннерлер түскіленер, алайба алырынан сықпарғанар. Город оромаларында светофорлар тоғызы сайбылған. Электричество палғылызы өйек ағбын ибірі тұрған алырды сайбылған. Ирде 18 жасқа оларға жарытқы берілген. МЧС тоғыншылары жонға айлыныс итчелер. Техниместен хорлыс болыпсы, алайба қайылға кірпірзі телефоннан 112 номерге сығдырадырға. Алексей Баргаяков, Анна Грек, хабарларға.